Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен баклажаннан ерекше салат дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің каналымда басқа да салаттың рецепттері бар. Қазір жоғарыда сілтеме қалдырамын, сонда кіріп қарап көрсеңіздер болады. Ең бірінші біз керек жарақтарымызды жақсылап жуып аламыз, яғни баклажанды, қиярымызды және қызанағымызды жақсылап жуып аламыз. Ал енді бізге керек ингредиентпен таныстырып өтейін. Бізге баклажан, қияр, қызанақ, сарымсақ, міндетті түрде сарымсақ, тұз, дәміне қарай, өте көп емес, аз ғана мөлшерде шым-шым тұз керек, майонез керек, қаймақ қоссаңыздар да болады негізі. Жұмыртқа, бір жұмыртқа болса жеткілікті. Және панировочный сухари, яғни үгітілген нан ұнтақтары керек. Ең бірінші біз баклажанымызды ұзынша етіп турап аламыз. Міне баклажандарымызды осылай ұзынша етіп турауымыз керек. Ал енді оны бір ыдысқа салып, үстіне салқын су құямыз. Достар, менің каналымда сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері жаңа рецепттер шығады. Қапы қалмай, төмендегі қоңыраушаны басып алыңыздар. Енді үстіне аздаған тұз салып, суда біраз бұқтырып қоямыз. Біздің баклажандарымыз суда бұқтырылып жатқан кезде біз қалған керекті ингредиенттерімізді турай береміз. Бірінші қиярымызды осылай қиғашынан ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін қызанағымызды тураймыз. Қызанағымызды осылай ортасынан бөліп, ұзынша етіп тураймыз. Достар, міндетті түрде менің каналыма кіріп, салаттар деген плейлисті таңдап, ондағы ерекше салаттардың рецепттерін қарап көріңіздер. Қазір мен жоғарыда сілтеме қалдырамын, сонда өтіп қарап көрсеңіздер болады. Және де сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері менің каналымда жаңа рецепттер болады. Міндетті түрде төмендегі қоңыраушаны басып алыңыздар. Ал енді сарымсағымызды тураймыз. Сарымсақты негізі өте ұсақ майда етіп турау керек. Жалпы турамай, өзі белгілі бір сарымсақты езетін құралмен ессеңіздер де болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сарымсақтарымызды осылай ұсақтап турап болғаннан кейін оны біз майонезіміздің үстіне саламыз.
және біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Бұл рецепт бір жасағаннан өте сәтті шығады және де өте дәмді болады. Дәмі де басқаша бір ерекше дәм болады. Ал енді біз ыдыс алып, оған бір жұмыртқамызды жарып, және аздаған шым-шым тұзды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып шығамыз. Енді бөлек ыдысқа біз панировочный сухарийімізді саламыз, яғни үгітілген нан қиқымдарын саламыз. Ал енді біз бұқтырып қойған суға бұқтырып қойған баклажанымызды біртіндеп судан сорғытып шығарып аламыз. Жалпы тұзды суда тұруы бір 10-15 минуттай тұзды суда тұрса жеткілікті. Тұзды су міндетті түрде қатты ащы емес, орташа формада болуы керек. Негізі салқын суға бұқтырған жақсы, бірақ жылы қатты қайнаған емес, орташа жылы формадағы суға бұқтырсаңыздар да болады. Жалпы өз қалауларыңыз бойынша. Міне барлығын осылай бөлек-бөлек дайындап аламыз. Ал енді майымызды бірінші қыздырып аламыз. Газды қосып, сковородкамызды қойып, майды қыздырамыз. Қызған майымызға ең бірінші баклажанымызды алып жұмыртқаға аунатамыз. Жақсылап жұмыртқаны сіңдіруіміз керек. Одан кейін үгітілген нан қиқымдарына аунатып, қызып тұрған майымызға салып, екі бетін ауната отырып қуырып шығамыз. Барлығын сол рет бойынша орындаймыз. Ал жұмыртқаға аунатып алдық. Енді үгітілген нан қиқымдарына аунатамыз. Барлық жеріне бірдей жағылуы тиіс. Ал енді қызып тұрған майымызға саламыз. Осы ретпен келесілерінде орындап, екі бетін ауната отырып қуырып шығамыз. Қатты қызарып күйіп кетпеу керек. 2-3 минут қуырсаңыз жеткілікті. 2-3 минуттан кейін келесі бетін аударып, оны да солай. Ол өте тез пісіп қалады, сондықтан оны 1-2 минуттың ішінде алуларыңыз керек. Егер де сізге мұндай майлы салаттар ұнамаса, менде жемісті салаттың және майонезбен салаттың рецептілері бар. Қазір жоғарыға жемісті салаттың рецептісін қалдырамын. Соны кіріп, қарап көріңіз.
барлығын біркелкі ретпен қуырып болғаннан кейін баклажандарымызды міндетті түрде құрғақ салфетканың үстіне саламыз. Яғни майын кішкене сорғытып алуымыз керек. Мінекей осылай барлығын рет-ретімен қойып шығамыз. Ал енді біз баклажаннан рулеттерді дайындаймыз. Бір баклажанды аламыз және оған біздің жаңағы жасаған салмамызды дайындаймыз, жағамыз. Майонезбен сарымсақты араластырған салмамызды жағып шығамыз. Өте жұқалап жағамыз. Енді оның үстіне қызанағымыз бен қиярымызды бір-бірден қойып, жақсылап рулет формасына келтіріп ораймыз. Мінекей болды, біздің салатымыз дайын. Тағы да біреуін жасап көрсетейін, қараңыздар. Баклажанды аламыз, оның бетіне салмамызды жағып шығамыз. Салманы өте жұқалап жағуымыз керек. Егер сіздерге чеснок ұнамаса, тек майонездің құр өзін қолдансаңыздар болады. Ал енді үстіне қиярымыз бен бәдіренімізді, қызанағымызды саламыз және жақсылап рулет формасына келтіріп ораймыз. Мінекей болды, дайын. Барлығын осы рет бойынша орындап шығамыз. Мінекей, біздің салатымыз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет. Көрінісі өте әдемі. Ал енді сіздерге дәмін көрсете алмаймын, бірақ арасын көрсетейін қалай болғанын. Мінекей, қараңыз. Қандай жұмсақ, сочный, өте әдемі және өте дәмді, ерекше салат. Мен шыдай алмай бұны ыстықтай жеп алдым. Сіздердің көздеріңізше, мінекей, біреуін тауысып алдым десе де болады. Өте дәмді болып шығады.